Қозыбаев университетіне Пәкістанның жетекші ғалымдары, экология сарапшысы, профессор Рифат Насим Малик және ботаника мен химиялық ластаушыларды зерттейтін профессор Шуджол Мулхан келді. Олар климаттың өзгеруіне арналған лекциялар оқып, биология кафедрасымен бірлескен жобаларды талқылады. Сапар барысында профессор Шуджол Мулхан экологиялық деректерді жинау, талдау және ғылыми мақалалар әзірлеу бойынша тәжірибесімен бөлісті. Ол студенттер мен оқытушыларға ғылыми жарияланымдарға қатысты практикалық кеңестер берді. Ал профессор Рифат Насим Малик қоршаған ортаға химиялық заттардың әсері мен климаттың өзгерісін зерттейді. Ол су ресурстары мәселесіне де ерекше назар аударады. Екі ғалым Қозыбаев университетінің биология кафедрасымен бірлесіп, экология және тұрақты даму салаларында орта ғылыми жобаларды дамыту жолдарын талқылады. Сонымен қатар университет басшылығымен кездесу өтіп, болашақ ғылыми ынтымақтастықтың негізі қаланды. Мен студенттер мен оқытушыларға ғылыми мақалаларға арналған деректерді қалай жинау керектігін және мақалаларды жазу жөнінде консультациялар жүргіздім. Сонымен қатар біз осы өңірге тән сирек кездесетін өсімдіктерді зерттедік. Университет ректоры мен факультет декандарымен бірнеше кездесулер өткізіп, болашақ жобаларға арналған ынтымақтастық мәселелерін талқыладық. Сондай-ақ профессорлық оқытушылық құрамды Пәкістандағы университетімізбен бірлесіп жұмыс істеуге шақырдық. My background is environmental biology. Менің ғылыми жұмысым қоршаған ортаға әсер ететін химиялық заттарды, климаттың өзгеруін және су ресурстарының жағдайын зерттеуге бағытталған. Қозыбаев университетінің биология кафедрасымен кездесіп, осы бағыттар бойынша бірлескен ғылыми жоба дайындау мүмкіндіктерін талқыладық. Болашақта экология және тұрақты табиғатты пайдалану саласында нақты практикалық жобалар жасауға ниеттіміз.